Құрметті оқушылар, ана тілінің 27-ші сабағына қош келдіңіздер. Соңына дейін менімен бірге болып, лайк басып, комментарий жазған оқушыларға менің айдың аяғында сыйлығым бар. Ол жөнінде мен тағы да келесі сабақтарымда айтып өтемін. Ендеше, тасымал, өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал, бота. Айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Үйіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының, тостағандай көзің, әдемісің өзің. Әбдірахман Асылбек. Түйенің пайдасы қандай? Бота, табан сөздері қалай тасымалданады? Түйенің пайдасы, балалар, түйенің терісі киім болады, сүті адамға пайдалы, шұбат жасалады, жесең ет болады, балалар. Бота, түйе, жалпы қазақ халқы үшін 4 түліктің осалы жоқ. Дегенмен ілгері заманда жылқы мен түйенің адам үшін атқаратын қызметі өте жоғары бағаланған. Мысалы, жылқы малдың патшасы, түйе малдың қасқасы деген мақал сол кезде туылған болатын. Мереке қуанышта, қайғы қасіретте, басқа түскен ауыр күндерде бұл түліктер адамның айырылмас жан досы болған. Біздің жерімізде үй жануарларын өсіруге қажетті жағдайлардың бәрі бар, балалар. Бота, табан сөздері қалай тасымалданады? Балалар, бота, буынға бөліп оқиықшы. Табан. Неше буынды сөздер? Дұрыс айтасыңдар. 2 буынды сөздер. Сондықтан бота, табан сөздері дәл осылай тасымалданады. Себебі бұлар 2 буынды сөздер. Бұдан басқа түрлері болмайды. Бота болмайды, мысалы. Табан болмайды, Сондықтан бота, табан деп тасымалданады. Ендеше, екінші жаттығуға қарайық. Сөйлемдерде көшіріп жаз, дәптерді ашып, көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар. Түйе 4 түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Балалар, білесіңдер ме, түйе әр қашан шөлге төзімді мал. Көп ол құмды аймақтарда мекен етеді. Мысалы, Араб әмірліктерінде және Қазақстанның шөлді аймақтарында, көбінесе Арал өңірінде, біздің Қазақстандағы Маңғыстау өңірлерінде түйе малы көбірек қолданылады. Ал енді балалар, бұл жерде тасымалдауға болмайтын қандай сөздер бар? Түйе. 4 түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл жерде 4 сөзі және ол сөзі тасымалданбайды. Себебі мұнда бір ғана дауысты дыбыс бар. Бір ғана дауысты дыбыс болған сөзде бір ғана буын болады. Ал бір буын болған сөзде онда келесі буындар жүзеге аспайды, балалар. Ендеше ережеге нақты назар аударыңдар. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын 2 буынды сөздерді тасымалдауға мүлдем болмайды. Ол қандай сөздер? От, сүт, шаш, ақын, орақ, іні. Мысалы, осылай талданбайды. 2 дауысты дыбыстан тұрғанымен ол талдауға келмейді. Үшінші жаттығу. Сөздерді оқы. Бұл сөздерді тасымалдауға бола ма? Балалар, қараңдар, жаңа ғана мен сендерге ереже атап кеттім. Ата, ақын, іні, ауа, жент, әже, өрік, от, сүт. Қараңдар, балалар. Жоқ, бұл сөздерді тасымалдауға мүлдем болмайды. Себебі, мысалы, жент сөзінде бір ғана дауысты дыбыс бар, ал ата сөзінде 2 дауысты дыбыс болғанымен, балалар, өйткені онда яғни бір ғана дауысты дыбыс бөлек жазылмайды. Сондықтан бұлар тасымалданбайтын сөздер. Ендеше, балалар, түйе туралы сендерге тағы бір мағлұмат бере кетейін. Түйенің жас ерекшеліктеріне байланысты мынандай атаулары бар. Бота, тайлақ, құнанша,
інген атан деп аталады. Балалар, енді осы 5 атауға байланысты сендер өздерің дәптерлеріңе тасымалдап және буынға бөліп жазыңдар. Бірінші буынға бота, тайлақ, құнанша, інген, атан. Осыларда қайсысы тасымалдауға болмайтын сөздер? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде атан сөзі тасымалданбайды. Дәл сол секілді дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Сау болыңдар.